Қош келдіңіздер. Бүгін бізде өте керемет Тока-Бокадан қысқаша оқиға болады. Бұл оның бірінші сериясы. Яғни бұл оқиға қалай аталады десеңіздер, бұл оқиға бала күтушінің сыры деп аталады. Ал енді біздің оқиға басталды. Ең алдымен тіркеліп лайк басып комментарий жазып қойыңдар. Өй, мына балалар тұрмай. Неге мыналар қорылдап ұйықтап жатыр? Тұрмай ма мына балалар? Тал түс болды ғой. Беттеріне көлеңке түскенше ұйықтай бере ме? Әй бала, тұр тез сен бала. Әй Арман, тұр тез. Ой, әке, ұрыспаңызшы, тұрдым. Не болды, әке? Неге сен бала ұйықтай бересің, а? Әке, жалғыз мен емес, мына екеуі де ұйықтап жатыр ғой, неге маған ұрса бересіз? Мен саған айтып жатырмын, ол екеуінің еш қатысы жоқ. Сен ол екеуінің өміріне жағаласпа. Бар кет тез. Ана жаққа бар да шайыңды жаса. Әке, мен шай жасамаймын ғой. Онда жасамасан, шайды бар да біздің гаражымызды жу. Мына жақтың бәрін жинастырып қой, төсектерінді жина. Аға, мына екі ағаңды оят та тез жинастыр бәрін. Ол екеуіне телефон бер да ойнап отырсын. Ал сен жина, көзіне көрінбей. Мен кеттім жұмысқа. Әке, маған ұрса береді, неге олай? Екі ағам ұрыспайды, тек маған ұрсады. Мен не істедім? Кеттім, жұмыс жасайын. Қазір әйтпесе ұрсар. Бүгін кешке дейін ақша тауып келуім керек, әкемнің айтқанындай. Ой, жандарым, менің сол жүрегім. Ей, кім? Арман қайда? Арман кетсінші, сол бала көрінбесінші көзіме. Мадияр, тұра ғой. Мадияр, ұлым, тұра ғой. Маме, ұйықтағым кеп тұр. Бұдан қассаң күшті мороженое берем, е? Қойымна баланы да оятайық. Мақсат, ұлым, тұра ғой. Жүріңдер, мороженое істеп берем екеуіне. Балалар, балымыздағы үйде таусылып қалыпты. Шоколадтан алып жей қойыңдар, жарай ма? Жарайды, шоколадпен балымыздақтың дәмі тәтті ғой. Соны айтам. Балалар, анашым, енді мен сендерді қазір далаға алып ойнайтын жерге апарайын, қалай қарайсыңдар? Мен концертке барғым келеді. Менің ең сүйікті әншімнің концерті болып жатыр. Я, мам, біздің ең сүйікті әншіміздің концерті болып жатыр. Барайықса, сіз бізге уәде бердіңіз ғой, Амандарымды орындап берем, Мақсаттан орындап берем деп. Жарайды, балаларым, жүріңдер, барайық. Ұлым, мен жақсы көрмейді. Маған багажды тазалаттырады. Неге анай Мақсат пен Мадиярға күшті? Олар жай жатады. Шоколад жейді, маған тіпті тамақ та бермейді. Өздеріне керемет тамақтарды алып жеп алады да, маған бір тамақ бермейді. Берсе де жейтін тамақ емес. Кеттім мен. Мұнай маған лайық емес. Мен басқа жаққа кетуім керек. Ойбай, қасқа, сіз кімсіз? Мен сиқыршымын. Өтірік айтпаңызшы, мына әңгімеңізге ешкім сенбейді ғой. Ай, ақылды балақай, сен кішкентайсың ғой. Неге сен балабақшаға бармайсың? Басқа балалар сияқты саябаққа, концертке неге қыдырмайсың? Иә? Менің ата-анам мені жақсы көрмейді. Олар тек Мадияр мен Мадияр мен Мақсат деген інілер, ағаларымды қыдыртады. Балабақшаға апарады, тамақ береді, маған ештеңке бермейді. Тіпті киім де бермеген. Ол жаққа күні кеше мені жұмыс жасаттырады. Ой, балақай, арманың қандай? Есімің кім? Менің есімім өзіңіз айтқандай Арман. Мәссаған, керемет есім екен. Армандардың армандары орындалады дейді. Рас па? Иә.
күнде армандарына қол жеткізе білуің керек. Ешкімге қарамастан арманды орындаймын деп шеш, жарай ма? Жарайды. Ал енді үйіне бар. Мына жер саған қауіпті. Мына жерден кету өз ата-анаңнан айырылуға болмайды. Мақұл, сау болыңыз. Мынаны маған қалдыр. Сау болыңыз. Сау бол, бала. Ал ботақандарым, біз әкең екеуміз бір жаққа барып келеміз. Сендер үйде жыламай қалыңдар. Няня жалдап қойды. Бала, сен қайда жүрсің? Соны айтам, біздің кететін уақытымыз бар ғой. Саған айтқан жоқпыз ба? Кешке дейін кел деп. Енді мен келдім ғой дәл уақытында. Болды, няня шақырдық. Көп сөйлемей, тез бар, біз кеттік. Жүр. Осы бала жыныма тиді. Ал мен сендердің няняларымын, балалар. Няня әпше, сізге не болды? Ештеңе, көзіме қылшық түсіп кетті. Рас па, онда ойнайықшы, няня әпше. Әрине ойнаймыз. Осы няня әпшелерім бар olsun. Сен олай деме. Қош, няня әпше. Үлкен кісі болып алып, құттай балдармен ойнап, біз кеттік, ұйықтаймыз. Ұйықтай берейікші, соны айтам. Өзің ойнай бер, арман. Балақай, сен неге мұнаясың? Олар мені әрдайым мазақтайды, жамандайды. Әкем де шешем де мені жақсы көрмейді. Балына қалған екенсің ғой, жаным. Түсінбедім. Ешнәрсе балақай. Жүр, мен саған тамақ пісіріп берейін. Иә. Не болды, балақай? Неге жылап келе жатсың? Ата-анам маған тамақты мүлде бермейді. Бір апта болды қарны аш жүргенде. Бұл тамақ. Мама папасы сотқа беру керек. Тамақ бермейді екен. Жаным, қинады мына баланы. Түсінбедім. Ешнеңке, балақай, саған емес. Кел, мен қазір саған пицца берем. Уа! Жаным-ау, бір пиццаға қуанып қалып жатыр. Және де саған мен осындай ал шоколадын менен жеп ал. Балақай, асық ішемесенші. Енді қарным ашты ғой. Жаным-ау. Үстіп түн батады. Ал балалар ұйықтағанда бала күтуші жылайды. Себебі арман, яғни осы ортасында жатқан бала, ол бала күтушінің туған баласы екен. Бала күтуші кезінде былай болыпты. Бала күтуші кезінде өз баласын тастап кетіпті. Себебі олар кедей болған екен. Баласын кедей қорлық көрмесінші деп тастап кетіпті байлардың үйіне. Сөйтіп байлардың үйінен есікті ашқанда байлар шықты. Бірақ бала ол байларды сарам болады деп ойламапты. Енді бала күтуші түнде баласын ұрлауға келетін болыпты. Сөйтіп ол кетіпті. Ал достар, осымен біздің бала күтушінің сыры деген қысқаша оқиғамыздың бірінші сериясы аяқталды. Екінші серияны күтіңіздер. Екінші серия 10 лайктан соң. Пока-пока, чао.